Сәлем барлықтарыңызға. Менің атым Олжан. Менің каналыма қош келдіңіздер және каналыма тіркеліңіздер. Бүгінгі видеода біз осындай звездочка узорын тоқып үйренеміз. Жібіміз жұқа болса да, бұл тоқылған бұйым қалың болып шығады. Бұл узормен шапка тоқса, шарф тоқса өте әдемі және жылы болады. Бүгін осы узор тоқып үйренеміз. Келесі видеода осы узор арқылы шапка тоқитын боламыз. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Ал енді бастаймыз. Ол үшін жіпті аламыз. Бір воздушная петля жасаймыз. Бүйтіп ілеміз. Сосын былай бір воздушная петля жасаймыз. Осынан 1 сантиметрге дейін ұзартамыз. Бір накид аламыз. Мынау бірінші болып есептелді. Мынау екінші. Тағы накид. Үшінші. Тағы накидпен мынау төртінші болады. Мынау жіпті былай ұстап тұрамыз. Былай тартамыз. Және мынау ұстап тұрған жіптің астынан былай өткіземіз де столбик без накида қылып былай біреу тоқимыз. Осын тоқып болғаннан кейін тағы бір воздушная петля тоқимыз. Мынау біздің бір лепесток, бір гүл или жұлдыздың бір несі болып есептеледі. Тағы жасаймыз осылай. Воздушная петляны созамыз. 1 сантиметрдей, бұл бірінші болып есептеледі. Бір накид. Екінші. Бір накид. Үшінші. Бір накид. Төртінші. Мына жіпті былай ұстап тұрамыз. Мынаны былай өткіземіз. Және жіптің ұстап тұрған жіптің астынан былай өткіземіз де, былай. Және столбик без накида қылып, былай. Және бір воздушная петля тоқимыз. Екеу. Тағы да. Мынау жіп бірінші болып есептеледі. Мынау кіргізген кезде мына жердегі неге емес, мынау петляға кіргізбейміз. Общий біріккен петляны мына жеріне кіргіземіз ғой. Екеу. Үшеу. Төртеу. Мынау жіпті ұстап тұрамыз и былай тартамыз. Және мына жерден былай тартамыз. И столбик без накида тоқимыз. И бір воздушная петля. Төртіншісін тоқимыз. Воздушная петлямызды тартамыз. Бір накид ілеміз. Ішіне кіргізіп тартамыз. Бір, екеу болды. Үшіншіу. Мынау төртеу. Мынау жіпті ұстап тұрамыз. Өткіземіз. И мына жер столбик без накида қылып тоқылады. Сосын бір воздушная петля. Төртеу болды. Келесі. Дәл осылай. Екеу. Үшеу. Төртеу. И бір воздушная петля. Тағы бір рет көрсетемін. Тартамыз 1 сантиметрге. Бұл біріншісі есептеледі. Ілеміз. Екіншісі. Тағы бір рет ілеміз. Үшіншісі болады. Тағы бір рет ілеміз. Мына бала кіріп шыққаны төртіншісі болады. Мына жерде ұстаймыз. Жіпті тартамыз барлығынан. Және мынау ұстап тұрған жіпке былай кіргізтеміз.
тартамыз. Именно екеуінен біреу қылып столбик без накида тоқимыз и бір воздушная петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау болды. Енді осыны жалғастырамыз. Бұл бір қатарда алтау осылай болды деп есептейміз. Бұны да ұзын қылып істей беруге болады, өз қалауларыңызша. Біз жай ғана бүгін үйреніп жатырмық. Сол үшін мен осылай қысқа қылып істеп жатырмын. Келесі рядты бастаймыз. Бұл бірінші қатар бітті. 1 сантиметрдей тартамыз. Екеу, үшеу, төртеу. И мына жерден былай біріктіреміз. Мынаны былай тартамыз. И мынау былай столбик без накида тоқылады. И бір воздушная петлямен закрепить етеміз. Мынау алтауы былай тұрады. Мынау бүйтіп поворот болады екінші қатарға. Бұл бірінші қатарға жатпайды, мынау ең соңғысы. Енді былай поворот бұрышы болады мына жер. Енді тағы да бастаймыз. Ұзын қыламыз. Біріншісі болады ол. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Мына жерден біріктірмейміз. Мыналар тура осылай тұрады. Келесісіне өтеміз. Мынау. Келесісіне өтеміз. Біреу болды. Екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу. Және үшіншісіне өтеміз. Міне 1 сантиметрге тарттық. Біреу болды. Екеу, үшеу, төртеу. Енді біздің біреу, екеу, үшеу. Жіпті былай ұстап тұрамыз мына жерден. Мына үшеуінен былай өткіземіз. Және мына жерден былай өткіземіз. Осы екеуінен біреу қылып без накида бір столбик тоқимыз. Осыны былай воздушная петлямен закрепить етеміз. Сол кезде мына жерде гүлдің жартысы пайда болды. Гүл или звездочка. Дәл осылай. Тағы да созамыз. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Бұл жермен бітірмейміз. Екіншісіне кіреміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Екіншісі болды бұл. Енді үшіншісіне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Аккуратно, барынша аккуратно жасаймыз. Жіпті ұстап тұрамыз. Жіпті фиксировать етіп ұстаймыз. Мынаны екіншісін крючокқа ілеміз. Мына үшеуінен өткіземіз. Және ұстап тұрған жерден кіргіземіз. Столбик без накида тоқимыз. Воздушная петлямен закрепление жасаймыз. Сонда бізде екеу тоқылды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Тағы да еттік. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Біреу,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Крючокта 3. 1, 2, 3. Jipni ұстаймыз. Үшеуінен өткіземіз. Сосын крючоктың ұстап тұрған жібіміздің астынан өткіземіз. Мына жерден екеуінен біреу қыламыз. И осы жерден воздушная петля. Келесі 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесінен 1, 2, 3, 4. И бір воздушная петля. Келесі 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И мына үшіншісі 1, 2, 3, 4. Крючокта 3 гүл. Ұстап тұрған жерімізден жібімізді өткіземіз. И воздушная петля. Келесі 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі 1, 2, 3, 4. И воздушная петля. Қатарымыз аяқталды. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 еді. Астыңғысы, үстіңгісі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дәл осылай қалған қатарлардың бәрін тоқып шығамыз. Мына жерде 2 қатар бітті менде. Бұның оң терісі жоқ, екі жағы да бірдей болады. Енді үшінші қатар тоқимыз. Мына созамыз воздушная петляны.
Екіншісі мынаны қайырамыз. Үшіншісі мынаны қайырамыз. Төртіншісі. Бұл әр қатарды бастағанда осыны біреу жасап аламыз. Міне, бұл былай кетіп қалмайды, мынаның биіктігі болады. Енді келесі мынаны тағы созамыз. Біріншісі болады бұл. Екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Мынау біреу бітті. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мынау. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мынау біреу, екеу, үшеу. Мына жерден жіпті ұстап тұрамыз. Мынау жіпті мынаның ішінен өткіземіз. Мынау жіпті ұстап тұрған жіптің астынан өткіземіз. Былай болады. Бұл жерден екеуінен біреу шығарамыз. И бір воздушная петля. И мынау қатардың басы тоқылды. Енді үшінші қатардың мына жердің бәрін тура жаңағыдай тоқыдым. Енді осы үшінші қатардың ең соңғысын көрсеткім келіп тұр тағы да. Бұл жаңағыдай еш өзгеріссіз тура солай тоқылады. Мынаны былай тартамыз. Бұл бірінші болып есептеледі. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді мынау ең соңғы жеріне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу. Крючокта үшеу тұр. 3 пучок. Мынаны ұстаймыз. Мына крючокта үшеу тұр. 3 пучок. Мынаны ұстаймыз. Және үшеуінен өткіземіз. Ұстап тұрған жіптен астынан өткіземіз. Екеуінен біреу и воздушная петлямен закрепить етеміз. Сонымен үшінші қатарымыз аяқталды. Мен тағы бір қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4 қатар тоқылды. Алды арты бірдей болады. Егер осы видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Еще каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді пока-пока.